Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Осы Interactive Brokers брокерынан ақша шығару қаншалықты тиімді, қаншалықты жылдам. Сол тақырыбын және де осы Interactive Brokers брокерімен опциондарды саудалау үшін қандай суммамен бастау керек деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Басқаларынан сұрасам, мысалы, опционмен сауда жасау үшін депозитіңізде кемінде жәнегі 1000 немесе 2000 доллар болған дұрыс деп айтады. Соны мен өзім және 200 доллар салып жұмыс жасап көрейін деген. Міне қаңтар айының 30 күні жалпы депозитке мен 200 доллар салған болатынмын. Наурыз айының 9 күні негізі бірінші вывод жасаған болатынмын. 173 доллар. Яғни депозит 200 доллар болды, 174 доллар табыс жасағаннан кейін сол табысымды шығарып алдым. Одан кейін ары қарай тағы да 200 доллармен ары қарай сауда жасап, кешегі күні 521 доллар табыс жасаған болатын. Общий депозит жәнегі 521 доллар болды. Сонан сол 521-дің енді 200-і өзімнің салған ақшам болса, таза 321 доллар табыс болған. Кеше 23-ші мамыр күні, наурыз күні выводқа қойған болатын 240 долларды. Бұл жерде ақша шығару жағынан негізі өте жылдам жұмыс жасайды екен осы брокер. Кеше кешкісін қойдым, бүгін уже шөтіме ақша түсті. Так, марттың 9 күні жәнегі 173 долларды қойған. Ол міне 10 күні түскен болатын. Одан кейін келесі кешегі күнгі 240 доллар бүгін міне 24 күні түсті. Яғни 200 доллармен бастап негізі сауда жасауға болады. Бірақ 200 доллармен сіз сауда жасаған кезде қандай контрактілерді ала аласыз? Міне кешегі жәнегі 240 доллар шешіп алған кезде остаток 271 болып тұр. Кеше 521 доллар болған. Негізі айына бір рет выводқа комиссия жоқ. Мен жәнегі 9-ында, одан кейін 23-інде шығарғаннан кейін, онда 10 доллар комиссияға кетеді. Онда 240 доллар маған карточкама түсті. 10 доллар комиссия төлейтін, сонда 250, 271 қоссақ, сол 521 доллар болады. Кешегі общий табысым болған. Так, енді бұл жерде қараңыздар, жәнегі опционмен сауда жасаған кезде сізде минимальный сумма 200 доллар болса, 200-250 дейік. Онда сіздер қандай контрактілерді аласыздар? Мысалы, бүгін жұма күні, аптаның соңғы күні. Яғни бұл жерде әр контрактының опционның жәнегі өзінің мерзімі болады. Бір апталық мерзімдер болады, контрактілер болады. Мысалы, мына осы апталық контрактының мерзімі бүгін бітеді, яғни бітуіне 0 күн қалды дейді. Яғни бүгінгі күн түстен кейін. Енді біздің қазақстандық бойынша емес, енді бізде рынок қазір жабық тұр. Америка нарығы кешкі 7:30-да ашылады. Яғни ол Америкада таңғы 9:30. Енді Америкада түстен кейін, где-то түскі 2-лерде, 3-лерде ма, сол кезде уже контрактның полностью жабыла бастайды. Яғни контрактның мерзімі бітті деп, ол жабылады. Сондықтан, мысалы, бүгін де сауда жасауға болады. Бүгін, яғни кешкі 7:30-дан примерно бір 11-12-лерге бір сауда дейін сауда жасасаңыздар болады. То есть Америка уақытымен айтатын болсақ, сағат 9:30-дан где-то 12-1-лерге дейін тағы бір 3-4 доллар деген сияқты жәнегі сделка жасап жүруге болады. Енді жәнегі контрактпен сауда жасаған кезде контрактның өзінің бағалары болады. Жәнегі асық бағалары, бит бағалары, алды қазір көрінбейді, өйткені рынок жаба жатыр. Яғни сол контрактның бағалары контрактның мерзімі жақындаған сайын арзан болады негізі. Яғни Тесла мысалы келесі аптаға 7 күнге 31 мартқа дейін контракт алатын болсақ, бұның міне 192 деген страйк баға, міне мынада да 192 деген страйк баға бар. Мына 192 деген страйк баға құны где-то бір 8 немесе 9 доллар болады. Енді бір контрактта 100 акция болғаннан кейін, сіз контракт алған кезде оның құны уже 800-900 доллар болады. Ал күні жақындаған сайын, мысалы бүгін жұма күні, бұл жерде контракттың бағасы ары барса бір 100, 110 немесе 80, 90 деген сияқты солай болады. Мысалы, 100 қазіргі ағымдағы баға бізде қанша болып тұр?
ағымдағы баға мысалы 192,22 болып тұр ма, сіздер мысалы 192 емес 195 деген страйкті сатып алсаңыздар болады. Яғни егер де 192-ден 195-196-ға дейін баратынына сенімді болсаңыздар, оның құны әлдеқайда арзан болады. Мысалы 192 деген страйк қазір $110 болатын болса, мына 195 деген страйк, оның бағасы где-то бір $60-70 болады. Сонда сіздер $200 мен жәнегі $60-70 рисковать етіп, жәнегі контрактны алсаңыздар болады. Егер де 195 деген страйкті сатып алдыңыздар, қазіргі ағымдағы баға 192, енді бұл $3, иә, $3 өседі, 196-ға дейін ұстайтын болсаңыздар, 196-ға дейін, онда сіздің табысыңыз жоқ дегенде $150-200 болады. Енді 200 бола қоймайды, но $150-160 табыс аласыздар бір сделкадан. Яғни сонда 192-ден 196-ға дейін $4 баға өзгергеніне сіздер уже $150-160 табыс аласыздар. Бұл Tesla. Иә, ол уже сауда жасаған кезде әр сауда құралына қарайсыздар, яғни акцияларға. Мысалы, Tesla бір күнде бір жоқ дегенде $8-9 жүріп береді. $10 бір күнде жүреді бұл. Сондықтан $10-дың 4 или $5 алып кету ықтималдылығы жоғары болады. Яғни $10 бәрін алмасаңызда, хотя бы $3-4 алып кетсеңіздер, ол да бірталай табыс береді. Мысалы, Apple-ды алатын болсаңыздар, иә, Apple енді бұл жерде Apple-дың негізі контракт бағасы арзан болады. Мысалы, қазіргі ағымдағы бағасы 158 болса, сіздер мысалы 157 деген немесе 156, 157 деген страйкті сатып алсаңыздар, бұның құны, например, бүгін именно 0 күн қалған кезде, бүгін бұның құны ары барса бір $80-90 болатын шығар. Мысалы, 160 деген страйкті алатын болсаңыздар, оның құны вообще бір $35-40 ғана болуы мүмкін. Сонда сіздер мына бір 35-40-тан екі контракт алуыңызға болады, немесе 157 деген контрактының біреуін аласыздар. Сонда сіздер $90 ма сондай жұмсайсыздар. Және бұл жерде мысалы Apple, енді бұның өзінің атары бір күнде бұл кемінде $3,5-4 ғана жүреді. Енді бұдан сіздер $4-5 ала алмайсыздар, желательно $1,5-2 алсаңыздар жеткілікті. Сауда жасаған кезде әр денеге сауда құралына анализ жасау керек. Алдымен графигін қарайсыздар, анализ жасаласыздар, үстіге қарай барама, астыға барама. Енді позиция кірген кезде бүкіл атарды алудың қажеті жоқ. Мысалы, бір күнде $4 жүрсе, $4 өскенше дейін күтіп отырудың қажеті жоқ. Ол $4 бермеуі де мүмкін бүгін. Бірақ $1,5-2 беруі ықтималдығы жоғары болады. Сондықтан жәнегі сауда жасаған кезде, сауда құралын таңдаған кезде, соны ең алдымен жәнегі атарына қарап аласыздар, сол бойынша сатып аласыздар. Мысалы, Apple-дың егерде келесі 31 мартқа дейінгі контрактын алатын болсаңыздар, 157,5 деген страйк бағаның құны, ол где-то $4-5, яғни $400-500 болуы мүмкін. Ал бүгін, мысалы, оның құны ары барса бір $80-90 болуы мүмкін. Мысалы, кеше алған кезде, бір күн бұрын, четверг күн алатын болсаңыздар, оның құны где-то бір $150 болар екен. Яғни, мерзімі жақындаған сайын контрактның бағасы арзан болады. Мынандай минимальный суммамен, мысалы, $200 мен кіретін болсаңыздар, онда сіздер апталық жәнегі контрактілерді алар кезде понедельник, вторник күндері саудаға кірмейсіздер. Среда күні түстен кейін кіруге болады. Түстен кейін деп отырғаным, именно Америка уақытының бойынша түстен кейін. Яғни біздің қазақстандық уақыт бойынша где-то түнгі 1-2-лерде сол кезде қарайсыздар, сол кезде бұның осы страйк бағалатын құны арзандай бастайды. Сол кезде алсаңыздар болады. Яғни среда, четверг, пятница 3 күн сіздердің сауда күндеріңіз. Сол жалпы негізі минимальный суммамен қалай табыс жасауға болады. Жақсы, осы айтайын дегенім. Назарларыңызға рахмет.